қысқа нұсқа тез қандай өнім пайдаландыңыз, қандай результат алдыңыз айтып айтып жіберіңіз. Саламатсыздар ма, қазақ халқым? Мен мына өнімге өзім онша-мұншаға сенбеуші едім. Мына көзім катаракта деген маған операция жасады деді, сол қорқақтап қазақпыз ғой, қашып жүргем, өзі шыны керек әні барам, үні барам деп. Соны Айгүл ханымның несін тиктоктан көріп қалдым да, соңын звондадым, келіңіз деді. Содан бірінші күні көзіме жағып еді, ой, көзімнен де мұрнымнан да су ақты дейсің. Оказывается, менде гайморит та бар екен, мен оны білмеппін. Мен 31 январ күні кірдім. Содан карандашын алдым, спрейін алдым. Енді спрейін жаңа ғана кісі сияқты көп сепкем жоқпын, аз ғана ше. Экономдап сепкем микрофонға. Анан енді карандашты күніне 4-5 рет жағып жүрдім. Мен сенсеңіздер, көзімнен де мутный, басым ауырып тұрады ғой. Басым ауырып, көзім мутный, бір көзінді ашсаң, бір пленка мешать ететін сияқты, соның шайттай ашылды. Анық, даже қазір очкисіз оқи аламын. Бәрекелді, дуғал шапалақтарыңыз, рахмет. Бәрекелді, келесі ханымға берейік, сіз қандай өнім, қандай результат? Қайырлы күн, қонақтар келіп отырған. Мен мына Ақтөбе қаласынан келіп тұрмын, осы конференцияға специально келдім. Мен бұл Джимон Групптан спрей мен карандашын алдым, бірақ бас кезінде тек бәрі рекламаға кетіп қалды, өзіме қолданғаным жоқ. Бірақ артынан бір карандашты ғана қолдандым. Бір карандаштан мен құлағымда, сол жағымда всегда пробка болды. Құлағым естиді, бірақ мынадай бір процедура жасаймыз ғой, бетіп мұрнынан естеп, бетіп құлаққа естеген кезде, ол уже менде бірнеше жыл болды. Солны осы самолетке мінгенде, осы жаққа келатқанда постоянно жаңағыдай процедураны жасаған кезде мына құлағым пух деп ашылады да, мына вообще ашылмайды. Уже айтайын ба, бір 18 жыл болды. 18 жыл болды. Сол осы жақында осы карандашты жаққаннан кейін уже 2-3 рет осылай жеті сайын, апта сайын мен Алматыға келіп тұрмын. Өзім негізде сауда жасаймын мен. Сол келатқан кезде ойымда ештеңе жоқ. Әдеттегідей жаңа құлағым не істесем, мынағым ашылып кетті. Ол өзі карандаштан. Сосын менде шейный остеохондроз бар. Постоянно давление көтереді, кислород жетпейді. Сол осы карандаштан кейін сол нем қойды, бас айналу қойды. Бұрын басым айналып жүре алмайтын, қазір соның бәрі кетті. Бір ғана карандаш мен қолданғаным. Қалған бәрі рекламаға кетті. Бәрекелді, тамаша. Мінекей сыйлығыңыз, рахмет. Ал, қысқа нұсқа. Саламатсыздар ма? Атым Қырмызы, Алматтан. Көзім аяқ астынан қызарып кетті. Көп барлығы білет чатқа шығып аттым. 3 күндей дәрі жағып жүрдім, кетпеді. Спонсорым Амангүл қызым келіп айтты, не болды деді. Сразу карандашты әкеп жаққанда, 2-ші күні жақсы болды, 3-ші күні ағарып кетті. Бұл бір керемет заман. Бәрекелді, жаным, әпкем-ай, аман болыңыз. Келесі арғатай, қысқа нұсқа. Залда отқан қауым, мен бір нәрсені айтайын. Мен өзім 25 жыл стажым бар сетевой бизнесте. 19 жылдан бері отырып қалған үйде бір белгілі себептермен маған Күлипа менен Рахила Арна ханым келіп осы өнімді ұсынды. Мен өзім көзімнен вообще қалып қалғанмын. Мойнымдағы мына ет былай салақтап кеткен, безобразный болып кеткенмін. Енді содан көз өнімінен бастадым. 2 күнде результат берді. Одан кейін спрей жақтым, мойнымның бәрі кетті, тартылды. Өте керемет. Қыздар, өте керемет. Тағы да бір нәрсе айтайын, Өскемен қаласынан сәлем айтты. Бүгін түнде Өскемен қаласында сенбеген кісі көз қаламын, не только көз бронқысына жаққан, ауырған бронқыдан бастаған, осы бронқыға жағып отырып, бронқыдан құрттар шыға бастаған. Қыздар, міне осыны маған сәлемдемен айтып жіберді. Өскемен қаласы сол үшін шығып отыр негізі. Бәрекелді, рахмет. Мінекей сізге сәлемді арқалап келгеніңізге. Қысқа нұсқа жылдам айтып отырайық. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ардақ. Мен қысқаша айтып шығайын. 9-шы класстан бастап очки кетім, очкиімді тастадым. 3-я стадия остеоартроз. Менің тізем былай оқалғам не? Қатып жатқан. Міне қазір тізем осы 7 күнді результат очень сильный. Қазір таяқсыз жүгіріп жүрім. Одан кейін менде сильный потоотделение болған. Өте қатты потоотделение осындай кезде жүргенді, ана КТПФ-ме беріп қойын деп тұрды. Олы ғой. Соның бар ғой, сол мен қазір осы кезде моншадан шыққандай болып тұрады. Міне мына кісілер врач қой, бәрі білетін, иә. Сол 7 күнде кетті. Рахмет. Так, бір минут маған беріңізші. Сізде қандай өнім қолдандыңыз? Қандай, соны?
жүре алмай. Иә, мен мүлде жүре алмай келгем, ол рас. Таяқ ұстап келдім. Ұстап келіп шешінген кезде мен мынаның бәрі су болып тұратын. Терлеп. Мен, значит, питанияны іштім, жиросжиганияны іштім. Еще мына шалбардарым қазір міне салақтап жатыр. Мына жақсы, мына висцеральный жир кетіп қалды мына жердегі. Міне жоқ. Тоже жетақ күнді. Енді менде коленім остеоартроз, мен бәрін ішіп отырады, міне ауырғанын ғана басқан. Бірақ та аяғым былай болды да, соның кейін мен өстіп. Мына кісілердің бәрі көрген, таяқ болатын менде. Таяғым тастап, 7 күнде мен таяқсыз осылай келдім. Бетім жақсы болды, мына жерім кетті, в общем. Мына объем тоже жақсы кетті. Бәрекелді, тамаша. Рахмет, аха. Рахмет. Жоқ, ол беріп садым, ол сіздікі. Айта беріңіз. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Меня зовут Шолпан Балтабаевна. Я вообще 40-летним стажем врач. Никогда не подумала, что я заболею вообще. Мне врачи поставили ревматоидный полиартрит обоих кистей рук. И 4 года я лечилась, врачи что назначали? Получила укол на живот, метеджект, метипред пила, все, что назначили, все принимала. Они все дали мне временный эффект. Когда пришла в эту компанию, я в первую очередь взяла коллагеновый пептид. Там же написано профилактика остеопороза, она действует на весь организм, да, на костную систему. И представляете, я если 3 килограмма поднимаю, на следующий день я не могу вообще руку поднять. Представляете? Поэтому вот этот коллагеновый пептид мне очень помогло. Приятно пьется, во-первых. Во-вторых, от него ушло у меня, знаете, судороги бывали. Не часто, но месяц 1-2 раза. Вот это ушло. Потом я табуса айтайн. Я, например, ночью 3-4 раза вставала по-маленькому. Вот это все исчезло, представляете? Вот такой результат. Потом, где-то 2 недели тому назад я заболела простудой. Я пользуюсь вот этот глазным карандашом. Вот этот глазной карандаш я намазала на горло. Представляете, на горло, на голову, на между это. Все. Вот такой помогает. Так что верьте, приходите, без никаких сомнений, подключайтесь в нашу команду. Ой, рахмет, рахмет. Қайырлы күн, құрметті мына өз денсаулығын бағалай алатын жандар. Мен қазір өзім үшін емес, осы араға шығуға тиісті подружкам үшін келіп тұрмын. Мына глазной карандашты естіп, менің подружкам 2010-14 жылдар арасында бірге жұмыс істегенбіз. Ярый сетевик 22 жыл қайтадан кездескенде көзі дым көрмей қалған. Әппақ қолынан жетектеп жүреді. Үйден шыға алмайды, өзі обществоның алдында жүретін адам, обществодан айырылып қалған, жеке сондай күйге түскен. Кеше барып отзыв жасап алуға барып едім, енді келе алмайтын болды да маған айтып жіберді. Оған қойған диагноз сіздің көзіңіз жазылмайды деген, врачтардың қойған диагнозы. Мен апарып 1 рет жағып кеттім, онан кейін 31-інде заказ беріп 5-6-сында январдың алды. Содан бір 10 күн өткеннен кейін маған хабарлайды: Гүлдар, мен шыдамай тұрмын, мен отзыв айтқым келіп тұр. Мен өйткені бұрын көзімнің алды бәрі әппақ болып тұратын еді дейді. Қарасам, анау фигурный катанияда жаңағы Қытай менен кореянканың екеуінің континуп келе жатқанын көрдім дейді. Оны байқамаппын дейді. Бір уақытта шкафты ашып қалсам, өзі енді үйренген ғой, үйінде бүйтіп жаңа тамақ істеуге. Картофельный крахмалды алайыншып ашып қалсам, картофельный крахмал дегенді оқып тұрмын дейді. Содан немересіне інісі шоколад алып келген ғой, анадағы альпин голд дегенді оқып тұрмын дейді. Бір уақытта мен мынаны көріп тұрмын ғой деп есіме түсіп кетті де, жалма-жан келші деп немересін шақырып алған. Немеремнің бет аузын көрдім дейді. Мен өзім еріксіз жыладым. Мен шынымен де өйткені маған докторлар ешқандай жазылмайды, сіздің іштен туған соқырлық деп берген диагноз дейді. Сіз осыға шейін көрсеңіз де, сізде негізінен іштен туған соқырлық болған, сол себепті жазылмайсыз деген дейді. Мен соны біртіндеп күле жатырмын. Жазылып кеткен жоқпын, бірақ мен көре алатын болдым деп қатты қуанышын айтты. Және зоп болатын онда. Зоптан мынадай алды жабық киімдер бар ғой, соны кие алмайтын еді. Қазір мен оны кие алатын болдым деді. Мына жердегі папилломдардың бәрі түсті деді. Барсам, мен араға
бір 10 шақты күн салып кеше отзыв алайыншы деп бардым өйткені результатқа. Сөйтсем кәдімгі бетінде жасару пайда болған. Менің Света деген подружкам, енді мен жете алмадым, сен менің сәлемімді айтарсың деген сол айтқалы тұрмын. Себебі карандашты біз былай ғылыми қалай не себепті былай әсер етеді деп зерттегенде, карандаш иглотерапиядан да терең әсер етеді дейді. Неге? Өйткені ол 3 деңгейді. Бірінші механикалық акупунктурный нүктелер бар ғой, соған әсер етеді екен. Иглотерапия бір-ақ нүктеге әсер етсе, ана мына жерде нерв талшықтары бар, сол бүткіл нүктеге әсер етеді екен. Екінші химиялық тері арқылы, жасушалар арқылы әсер етсе, үшінші ци энергиясы бүткіл меридиандарды ашады, ол мынау бауыр мен бүйрекке де байланысты екен мына көздегіне, сөйтіп бүткіл адамның бойындағы энергияның ағынының дұрыс болуына әсер етеді екен. Сондықтан бүгін алғаш келіп отырған құрметті қонақтар, ойланбай көз өнімін, тек қана көз өнімін емес, Джемоның әрбір өніміне үлкен презентация жасауға болады. Бір өнімнің өзіне бір презентация өткізуге болады. Сондықтан қош келдіңіздер, бүгіннен бастап мүше болыңыздар дегім келді. Бәрекелді, рахмет, тамаша. Қысқа нұсқа айта беріңіз. Сәлеметсіздер халқым. Менің есімім Майгүл. 1-2 айларда 60-ға толам. Осы Алматы қаласында тұрам. Менің ауруым тройничный нерв. Оны мен білген жоқпын. Басында мен тісім қатты ауырады. 25 жылдан бастап, марттан бастап менің тісім ауырды. Ол тісі мен невропатологқа қаралдым, нейрохирургқа қаралдым, дәрі-дәрмектерін алдым, болмады. Содан менің емді таба алмай қойды. Мына шаңырақта бір Қытай бар екен. Сол Қытай бар тамырымды ұстап, маған айтты, сенікі тройничный нерв деді. Нервке суық деген мен тісіме сондай екен. Содан мен санаторияға бардым, Қытайдан жаңағы ем алдым, бетіме жаңағы ине қойды. 10 күн қойды, 10 күн демалдым, тағы 10 күн қойды. Одан болмағаннан кейін санаторияға барып демалдым. Одан кейін жаңағы Қытайдан бір дәрігер келді, соның системасын алып, олар деген қолдан салады екен, мына жерде салмайды инені. Оны жасадым 10 күн. Омыртқаға нервке суық деген деді, омыртқам демделдім 10 күндей. Одан қоймады. Содан Талғарда бір емші бар деді, орыс емші. Америкадан келген, соған барып шөп дәрілерін алып жүргем, 7 сайын барып алатым 40 мыңға. Содан бір күні менің өзімнің спонсорым Роза деген подружкам осы жерде отыр. Сол маған айтты, Айгүл, сен нервің ауырады ғой, осыны көрші деді, осы өнімді. Мен келіп Дархан мырзадан естідім, осы Дархан мырза айтты, менің бір дос қызым осы тура сіздің бетіңізде ауыратын еді деді. Содан қойды деді, осы өнімді бердім деп. Содан осы өнімді алдым, бетіме жақтым карандашты. Бірінші күні сатып алдым да, карандашты бетіме жақтым. Бірінші күні ақ маған кәдімгі результат бетім зірк-зірге түнде ұйықтатпады. Бірақ мен ауырғанда адский бол болатын, түнде ұйықтамайтынмын, тамақ ішемейтінмін, қатты ауырған кезде енді қиналатынмын қатты. Содан осы өнімді жағып, жақсы болдым деп айта аламын енді. Әлде тоқтамай жағып жатырмын, өте жақсы өнім екен. Осы Жимон компаниясы мыңда бір рахмет. Осы компанияға келгеніме өте қуаныштымын. Бәрекелді, тамаша, рахмет. Неке сыйлығыңыз. Рахмет. Енді мына кісіні бағана түрі қандай еді, қазір қандай болып кетті, байқадыңыздар ма? Үйіндегілер кіргізбей қоя ма деп қорқып тұрмын. Сіз мына жаққа барып келдің деп видео түсірмеңіз, жарай ма? Сол жақтағылар құртты бетімді деп айтасыз ғой, үйдегі ағам танымай қалайын деп тұрсыз. Келіңіз, бір тілегіңіз болсын. Бүгін өте керемет, мына Қазақстанда Жимон компаниясының тұсаукесері болып жатыр. Ақ түйенің қарны жарылып дейді ғой, өте керемет. Мен сіздерге осы компанияның результаттарын көріп, сотвидан, нелерден сондай құлшыныспен, екінің бірінің көзі ауырады, екінің бірінің рас қой, ауырмайтын жеріміз жоқ, бәрімізге денсаулық керек. Содан кейін келіп, жазылып, жан-жақ таныстарыма, подружкаларыма, көршілеріме, коллективіме бәріне айтып, статустаға қойып, нетіп жаттым. Соны бір өзімнің подружкам ауылды жерде нетеді, осы Алматының қасында тұрады, көрші апасы, көзі көрмейтін, көрмегенде о кісінікі бір көзі жұмылып қалған, намыстанады, тойға, қонаққа барса, ылғи темный қара очки тағып жүреді. Өйткені бір көзі жай ашықта, бір көзі вообще жұмылып қалған. Енді жұмылған көзімен бір жерге барғанға ұялып намыстанғаннан қара очки тағып жүреді. Кейде қоңыр, кейде қара. Сол кісіге қызы алып беріп, жағып, қазір очкиін шешіп, о кісі екі көзі де кәдімгідей көріп, өзі сондай бақытты, сондай керемет результат бұл кісіде. Өте сондай болып жатыр. Одан кейін өзімнің көршімнің баласы жөтелі беріп, мен үйден карандашты алып бардым да кәдімгідей тамағына жақтым. Бір жақтым, біраздан кейін тағы екінші жақтым. Ертең күні қалай болды балан десем, жөтелі қайтып кетіпті. Бронхыға жағып. Сондай керемет результаттар болып жатыр. Бәрекелді, рахмет, сыйлығыңыз. Үйге обязательно бір бет кәдімгідей тартылып қалған, мына бетін байқадыңыздар ма? Бағанағы шашқан жағы, мынау жаңағы тартқан жағы. Кәдімгідей қыз болып қалыпсыз ғой.
паспортыңызды жаңадан алу керек. Сізге рахмет. Әпкемізге бір дуғал шапалақ. Мінекей Жимонның результаты алдарыңызда көрініп жатыр. Ал сізден де бір тілек болсын. Қалдарыңыз қалай? Мен мына Нұргүл деген өзімен бірге істейтін жұмыста бірге істейтін келіншекпен келіп отырмын. Осындай компанияның ашылғанына өте қуаныштымын. Мына карандашты көзге жаққан жаңа өз көзіммен көрдім. Осы жерде отырған кісілерден Нұргүлдің өзі жаңа қолданғаны, көзіне жаққан, бізден көбінде ноутбукпен, компьютермен жұмыс істейміз ғой. Соның бәрі көзге әсер етеді. Сондықтан карандашты мен өзімде жағып көріп, результатын көрсем деген ойыммен келіп отырмын. Бәрекелді, рахмет, тамаша сыйлығыңыз. Ал енді әпке келіңіз, бұл кісі хит. Қазір сіздерге бәрін айтып береді. Бәрекелді. Бір дуғал шапалақ жасап қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Мен аты жөнім Малика, мен Қырғызстан тумасымын, қожаны қызымын. Мен өзімді результатымды айтудан бұрын сіздер мына результатты бір көріңіздер. Міне, алғашқы басындағы келген бетіндегі көрдіңіздер ма? Бұл кісінің қып-қызыл болып тұратын беті. До. И после, пожалуйста, алдарыңызда тұр мінекей. Рахмет. Айта беріңіз әпке. Мені бетім 8 жыл болды, мені 30% бауырым жоқ мен. 30% бауырым жоқ. Қай жерде компания шықса, со жаққа барам, барлығын ішем. Сосын докторге қаралдым. Со бетім бала сияқты компьютер болса қызыл-қызыл болып тұрады ғой, страшно енді. Вообще қызыл-қызыл, сіздер білесіздер ме, қызыл бір жағы, екінші жағы 24 жыл мені витилиго басталды. Көрініп тұрмын, мына? Витилиго деген ауру, қандай ауыр білесіздер ме? Сен денең қара бола ма, ақ бола ма, сары бола ма, бір түсті болған қандай жақсы. Мен бірінші осы жерге келгенде бетіме маска тағып келгенмін. Анау қарын деген, не деген қарын, шамал қимылдаса көресіздер. Мен мұны 5 этапканы іштім. 5 етапканы ішкенде бір апта іштім. Бір аптаның ішінде 5 килограмм вес тастадым. Сразу бетім жөнделіп, әдемі бол бастады. Қызыл кетіп бастады. Әрі шақып алғандай страшный болады тұғын бетім. Со кетіп бастады. Одан как будто 10 килограмм вес тастадым. Объем кетті, сразу менде объем кетті, бір фигурам шығып бастады. Енді өзім 120 килограмм болғам, 115-ке түсіппін. Бұры как будто 10 килограмм вес тастадым. Ол, ладно, жарайды. Витилиго мені ағарып кеткен жерлерім қарайып бастады. Витилиго это страшно. Сіздер білесіздер ме, обществода өзімді тартып тұратұғын еді. Мен как будто бұрын ойлайды ғой. Мен бұрын ойлайдым, ауылда 1-2 кісі мынандай витилигосы болатұғын еді. Мен ойлайтын едім, Құдайдың қарғысын алған кісілер деп ойлайды екен мен. А когда мен өзім ауру түскен кезде мен осындай бір түрлі болып қалдым. Оған қарамай жүгіре берем ғой, сетеуге жүгіре берем, кісілерді шақырам, келеді. Мені білген кісілер Малика деп келе береді. Может, үйленіп қалған шығар, может, бизнес отношения шығар. А второй, третий поколение келгенде мен былай шарфты ораймын да, қолымды шарфты астына тығып алам. Это же страшно, смотрите. Содан кейін бетіме маска тағып алам. У меня грипп, что ли, не знаю, мұрным ағып тұр деймін да. Енді сөйлеймін, солай команда құрылып кетті. Но натижа бомба, қыздар. Мен печень, поджелудок, барлығы жұмыс істейді екен. 5 этапканы ішкен кезде. Полный организмге тәсір етеді екен. Сонымен витилигода результат бар, қыздар. Мына бетім жөнделді. Витилигом қарайып бастады, қыздар. Квантовый скачок біздің бизнес деген шын екен. Шынымен квантовый скачок 2 жылдан бері мына енді тоқтап, витилиго тоқтағаны әрі тұрсын, уже қарайып бастады. Мен де Құдайым болса сіздердің ортаңызға келіп, денем бір түсті адам болатұғын болдым. Благодаря біздің компаниямызға, осы компанияны алып келген кісілерге 1000 алғыс, 1000 рахмет. Мен сияқты страдать етіп жүрген кісілер көп қой. Денсаулық, біздің байлығымыз. Ақша болса әркеде болар. Көп ат кісілерге көмектесейік. Мұны витилиго барлық ауруларға көмектесейік. Рахмет. Бәрекелді. Әпкемізге бірді қол шапалақ. Малика ханым, сіз бір апта іштіңіз, иә? Жаңа 5 өнімде? Иә, бір апта іштім. 5 өнімді ішкен, мінекей бір аптадағы результатын қазір өздеріңіз көрдіңіз. Жаңағы бірінші беті қандай еді, қазіргі мінекей таңда витилигосы кетіп, бізбен қатарлы бір түсті адам болам деп жатыр, және де мінекей беті тазарып бастады. 5 өнімді просто бір аптаның ішіндегі ішкендегі результаты. Рахмет, подаркыңыз бәрекелді. Дуғал шапалақ, Малика әпкемізге бір поддержка жасап қойыңыздар.